Assalamu alaikum, rahmatullohi barakatuh. Hurmetli halkım, hurmetli ел jurtum, bir kulkuli jag'dayda angimelep bergeli oturman endi. Öte kulkuli. Men ko'p kulib oldim da so'g'an. Endi bir nadanlardan tuып qalgan, sanasızlardan tuып qalgan jag'day eken, sonu jaylap basından bastap angimelep bereyin. Bir Qazagım degen patriot jigit köşede kele jatıp qo'qursuq tastaytın жерден ötüp kele jatsa, qo'qursuqның içinden eltаңбаны tauып aptı. Eltаңба qo'qursuqның içinde qor bolup jatkan eken deydi. Endi qo'qursuq degende biz көзгө elestetsекçi, ol qanday qo'qursuq? Qo'qursuq har qanday boladi. Qo'qursuq endi birovlar esигин алдында байлаулы turgan ittiң жагы жүнүн, ittiң тастаган нажасын апарып тастайтын qo'qursuq. Және десе ажатканадагы пайдаланып тастаган жагы ажаткана кагазын әкеп тастайтын qo'qursuq bolады. Qo'qursuq har qanday qo'y endi жеркеншті qo'qursuq деген жеркеншті qo'y. Со qo'qursuqтың ішінен елтаңбаны көріп, охо, мына біздің елтаңба нағып жатыр екен, деп жеркенбестен үфі деп үрлеп, жан-жанына жағылып қалған нәжастардың бәрін жуып, төрдің басына іліп қойса, бір мәжнүн, малға ұқсаған бір замаким оны көріп қойыпты, төрдің басына іліп қойған. Бұл нағып төрдің басында тұр? Деп, өзі сияқты бір мәжнүнге арызданыпты. Анау төрдің басына елтаңбаны іліп қойыпты. Десе, ол мәжнүн үші байдап жүгіріп келіп, жалмажан айып бұлсап жүріпті. Бұл күлкілі, күлкілі ғой теге. Біздің Қазақстанда мынау ішкі істер орнында істейтін мынау айыппұл салғыштар да есерсоқ бірдеңелер. Мынау әкімдеріміз де сондай есерсоқ. Бұл әкім деген нәрсе тек қана жерді сатып, қалтасына ақша салуды ғана білетін. Отырып алып біреудің бірдеңесін алып келсе, сыйлық деп алып келсе, соны қалтасын салуды ғана білетін сауатсыз әкімдер апарып, qo'qursuqның ортасына елтаңбаны тастаған, оны бір сауаты жақсы Қазағым деген патриот елтаңбаны алып, төрін іліп қойыпты. Ал енді соны бір ортамыздан бір жігіт тауып алып іліп қойыпты. Басқа біреу көріп қойып, мына елтаңбаның жағы нәжастың ішінде, qoqursuqның ішінде жатқанын көріп, ей қазақтар, сенің елтаңбаларың мінерде жатыр ғой. Сендердің елтаңбаларың қайерде жатқан болса, сендер сондайсыңдар деп біреу жағы видеоға түсіріп, YouTube'қа іліп қойса, не істер едіңдер? Біздің қазір мына биліктегі отырғандардың барлығы сондай бір ақылы дамымай қалған ба, жағы бір әкімдерді отырғызып қояды, ақылы даммаған, жағы аузын кәндесі мұрнын көрсетіп, мұрнын шықып отыратын әкімдерді отырғызып қойған. Со әкімдер елтаңбаны апарып qoqursuqның ішіне лақтырып жүрген екен. Бұл жігіт тауып алып, бүткіл жан-жандағы жабысып қалған иттің нәжасын, адамдардың нәжасынан тазалап, елтаңбаны төріне іліп қойса, оны барып айыппұл сап жүріпті. Енді бұл жөнінде мен не демекшімін? Мына Қырғызстанда бір жігіт ескіріп кеткен, құлайын деп тұрған мектепті құлатып, техникамен бәрін орнын тазалап, жаңа мектеп салған екен. Сөйтсе оны Садыр Жаппаров келіп, ол мектепті ашып, қуанып, ол жігітке рахметін айтып кетсе, біреулер балып, сен дұрыс істемедің, енді берді сен келтірген шығыныңды төлегің деп, шығын төлетіп қойыпты жағы жігітке де. Садыр Жаппаров келді де айтты, мына мектепті өзім ашқанмын деді. Төлеген шығынның бәрін қайтарыңдар деді. Анау адам қаншалықты ақша қойған болса, төлеген болса, бәрін қайтарып беріңдер деді. Біздің енді президентіміз шынайы болса, әділдікті сүйетін болса, жағы біздің елтаңбамызды сүртіп, нәжастан тазалап, иттің нәжасынан, адамдардың нәжасынан тазалап, төріне іліп қойған жігітіміздің
ақшасын қайтарып береді деген ойдамын. Және десе мынау мәжнүнге ұқсап қалған екі әкімді орнынан алып тастауды талап қыламын. Және десе сол әкімдердің арызын қабыл алып, жағы елтаңбамызды сүртіп, тазалап, нәжістен тазалап, төрінеліп қойған жігітімізге айыппұл салған милиция бар ма, сот бар ма, бәрін орнынан түсіріп тастау керек. Бұлар өз жұмысын істей алмайды, өз жұмысын қандай екенін білмейді, оңды солды қарамайды, ардың-күрдің. Мынау барлығы, мынау заң шығарушылардың барлығы ардың-күрдің. Және десе жағы сотта отырғандар, мынау шешім шығарушылардың бәрі ардың-күрдің болған екен, осындайлардың көбісін орнынан түсіріп тастау керек деп өзім ойлаймын да. Ал енді менікі дұрыс па, дұрыс емес па, астына пікір жаза кетіңіздер. Ал енді жүда дұрыс болмай жатыр десе, мені де апарып жағы айыппұл саласындар ма, қамайсындар ма, өздерің білесіңдер. Қазір біздерге өңкөй жағы шешім шығарушы, не дейді, ішкі істер басшылары, милициялар, полициялар, барлығы жағы шаш ал десе бас алатын, түкке түсінбейтін ардың-күрдіңдер, милиция болбаған, прокурор болбаған, сот болбаған. Осындайлардың барлығын тазалап алып тастау керек деп мен өзім талап қылып отырмын. Ал енді сіздер қалай ойлайсыздар, өздеріңіз білесіздер.